Қайырлы күн достар. Бүгін менде мойканың астын уборкасын жасап жатырмын. Қараңыздар, май, мына жерге мусор тамған, май тамған. Мына жердегі майдың бәрін мен мына спреймен кетіремін. Антижир для кухни деген. Осымен бүкіл жердің майын бәрін сүртіп, қазір тазалап шығамын. Мінекей барлық жерге осылай себемін бірінші. Сосын кішкене 1-2 минут тұрған екен, мына мен жақсылап сүртіп аламын. Турбадағы мысалы осындай майлар тұрып қалады ғой, осыны да мына спреймен кетіруге болады. Жайлап себіп сүртіп аласыз. Міне мойканың ішін тазаладым. Астын, үстін, қапталдарын, есіктерін, бүкіл жер майларын бәрін осы спреймен тазалап шықтым. Енді бізде мына жерде картошка пияздар тұрады, арнайы осындай ыдыста. Мына жерде бізде фильтр тұрады, сосын күнделікті қолданатын май, сосын осындай корзинаның ішінде осындай менде спрей тұрады. Бұл спреймен мен бүкіл жақтың майларын, шаңдарын, тұрып қалған дақтарын бәрін тек осы спрейді ғана қолданамын, тек осы бір затты қолданамын. Сосын мына күнделікті қолданатын мусорный пакеттерім, сосын мына жерде менде мусорный шелек тұрады. Ал мен мусорный шелектің астына осындай арнайы жабыстырылатын осындай фольга жабыстырып қойғам. Мінекей, мына жерде мусор тұрады ғой, сонда күнделікті анау тастаған кезде түсіп қалса жерге, сонда ештеңе болмайды да. Фольганың үстін тек жаңағы құрғақ тряпкамен болсын, сулы тряпкамен болсын сүртіп аламыз. Осылай қыздар, мойканың іші тап-таза болды. Енді есігін жауып қоюға болады.